Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге борщ дайындайтын боламыз. Мен борщты ешқандай зажаркасыз қалай дайындаймын, қуырмай, сонымен сіздермен бөлісетін боламын. Өзімізге керек етті жақсылап жуып, қазанға салып, газға қоямыз. Одан кейін қайнатып, қайнағаннан кейін көбікшелерін алып, астын кішкене басыңқырап қоясыздар. Етіміз 1 сағаттай қайнау керек. Ол уақытта қайнағанша етіміз піскенше керек заттарымызды турап дайындап алатын боламыз. Әрбір көкөністерді өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай турай бересіздер. Мен сәбізді соломка қылып тураймын. Жіңішке қылып тез пісетіндей. Одан кейін сәбізді ірі қылып тураса, балалар онша да жегілері келмейді, теріп тастайды. Содан кейін осындай кішкене кішілеу қылып турағанды жөн көрем. Және де 2 зубчик чеснок қосамын. Чеснок барлық тамақтарға қоса беремін. Жақсы дәм береді, сол себепті барлық тамаққа қосамын. Енді помидор, менде 1 помидор қалыпты, кішкене жұмсарып, холодильникте соны қосып жіберіп жатырмын. Бұл міндетті түрде емес. Қоспай қойсаңыздар да болады. Міне етіміз пісті 1 сағатта. Етті алып аламыз, қазір турап, суытып, суығаннан кейін турап, қайтадан сорпамызға саламыз. Оған дейін қазір пиязымызды, сәбізімізді, помидорымызды саламыз. Қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. 2 лавр жапырағын салдым. Борщқа салса өте дәмді болады сорпаларыңыз. Картопты да қатты үлкен қылмай, орташа қылып турадым. Қызылшамызды да соломка қылып, жіңішкелеу соломка қылып турап алдым. Міне піскен етімізді турап қойдым. Қазір енді піскен етімізді саламыз. Енді картоптарын саламыз. Картоптарын салдым. Дәміне қарай тұзын салуды ұмытып кетпеңіздер. Менде етім тұздалған болғандықтан, қазір дәмін көріп, енді тұзын салдым. Келесі кезекте енді капустамызды дайындаймыз. Капустаны осылай турап алдым. Картопты салғаннан кейін 5 минут қайнаған соң капуста мен қызылшамызды саламыз. Міне 5 минут қайнады. Енді қызылшамызды саламыз. Енді осылай капустамызды салып шығамыз. Қызылшаны осылай соңына қарай салсаңыздар, борщтарыңыздың түсі өте әдемі болады. Ал егер қызылшаны бірінші салып қойсаңыздар, түсі қатты қызыл болмай қалады. Міне біздің борщымыз пісті. Мен енді қазір бетіне зелень қосамын. Өздеріңіздің қалауларыңызша қосасыздар. Біз зеленьді жақсы көреміз. Содан кейін мен барлық тамақтарға қосамын. Өте жақсы дәм береді және пайдалы.
тағы да 5 минут қайнайды зелень салғаннан кейін. Міне біздің борщымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Қаймақпен немесе майонезбен ұсынсаңыздар болады. Өздеріңіздің отбасыларыңыз қалай қалайды солай. Міндетті түрде қуырмай, зажаркасыз осылай тек қайнатып жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.